Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бүгінгі әңгіме тек балалар емес, ересектерде ескеру тиіс маңызды мәселе жайлы болмақ. Бұл өгей әкенің көлеңкесінде өмір сүрген Аружан есімді қыздың жүрек тебірентерлік оқиғасы. Аружанның күнделігінен: кеше анам бір кісіні үйге әкелді. Аты Сержан екен. Ол анама үнемі көмектесіп жүреді екен. Бірақ менің ішім біртүрлі. Оның көзіне тура қарасам, қорқамын. Аружан небәрі 10 жаста. Кішкентайынан ертегі кітап оқып өскен, арманы жазушы болу. Әкесі 3 жасында жол апатынан қайтыс болған. Содан бері анасы Гүлназ қызы үшін бар күшін салып еңбек етіп жүрген мейірбике. Жан-жары кеткеннен кейін жалғыздық пен ауыртпалықты қартайтып жіберген. Бір күні ауруханада күзетші болып жұмыс істейтін Сержан есімді ер адаммен танысып, көп ұзамай оған сенім артады. Гүлназ, өмірімді жеңілдеткім келеді. Аружанды да өз қызымдай көремін, деді Сержан. Басында бәрі жақсы сияқты еді. Аружан алғашында үндемей жүрді. Бірақ күн өткен сайын өгей әкенің қатулы қабағы мен суық көзқарасы қыз баланың жанын ауыртатын болды. Бір күні түнде бөлмесіне үнсіз кіріп келген өгей әкенің сұлбасы Аружан үшін өмір бойы ұмытылмас қорқынышына айналды. Аружанның күнделігінен тағы да үзінді. Анам бәрін байқамай ма? Әлде байқаса да сенбейді ме? Түн сайын жүрегім дүрсілдеп, қорқынышпен ұйықтаймын. Бәріне айқайлап айтқым келеді, бірақ тілім байланып қалады. Сержан үйге кешіп келген соң бәрі өзгерді. Аружан еркін күле алмай қалды. Оның әр қадамын бақылап отыратын Сержан анасының көзінше жылы сөйлегенмен, оңаша қалса суық мінезін көрсететін. Қайда бара жатырсың? Сабағыма ағай беріп еді. Әкеңе есеп беруді үйрен, деді. Мұндай сөздер мен көзқарастар Аружанның жүрегін шымшылап, ойына күмән мен үрей ұялататын. Бірде анасына жай ғана: анашым, мен Сержан ағаны жақсы көре алмаймын, деді. Гүлназ тоқтап қалды. Неге? Ол сені ренжітті ме? Жоқ. Бірақ мен қорқамын. Гүлназ үнсіз қалды. Ол да екі оттың ортасында еді. Жүрегінің бір тұсында өзі де күмәнданатын, бірақ жалғыздықтан шаршаған көңілі өзіне қарсы шығуға мұрша бермей тұрған. Күндердің күнде Аружан мектептен келгенде үйде ешкім болмады. Сол күні ол бір шешімге келді. Күнделігіне жазып, беттерін жыртып, анасының жастығының астына тығып кетті. Онда былай деп жазылған еді: анашым, сен мені қорғай аласың ба? Сержан түнде бөлмеме кірді. Мен енді үндемеймін. Аружанның күнделігінен бүгін бәрі өзгереді. Ішімде бір дауыс: қорқсам да енді үнсіз қалмаймын. Мені ешкім тыңдамаса да мен шындықты айтамын. Қалғаны Алланың қолында, деп өз-өзіне сенім артты. Таңғы уақытта Гүлназ жастығының астынан бүктелген парақты тауып алды. Қолы дірілдеп, әр әріпті оқығанда бойы қорқыныш, ашу мен өкініш билеп кетті. Көз алдынан қызының түндегі үрейге толы жүздері, үндемей жүрген күндері, Сержанның кей сәтте оғаш әрекеттері фильм секілді көз алдынан өтіп жатты. Аружан, сен неге үндемедің? Деді Гүлназ жылап тұрып қызына. Сенбейсіз бе деп қорықтым, деді Аружан. Гүлназ бұл жолы үнсіз қалмады. Сол сәтте Сержан жұмыстан келді. Үйге кіре бергенде Гүлназ оған тік қарап: сен менің қызымның жанын жараладың, деді. Сержан сөз таба алмай сасып қалды. Бірақ Гүлназ үнін көтеріп алғаш рет ішіндегінің бәрін төкті. Сол күні ол Сержанды үйден қуып шықты. Ертеңінде мектеп психологымен сөйлесіп, Аружанды арнайы мамандарға апарды. Қызының ішкі дүниесінде пайда болған жараның терең екенін ұқты. Бірақ ол енді жалғыз емес еді. Анашым, қалқаным, демеуім, деп Аружан алғаш рет жүрегімен сезінді. Аружан үшін өмір енді қайта басталғандай болды. Ол бұрынғыдай өз сескенбей ұйықтай алатын болды. Бірақ кей түндер бәрібір селт етіп оянып кететін. Төбеден Сержанның көлеңкесі көрінгендей болатын. Көзін ашқанда бос төсек, тыныш бөлме, анасының есігі ашық. Енді ол жалғыз емес екенін біледі. Бірақ сол бір сәт жүрегінің ең түбінде дақ жара болып қалды. Гүлназ да өзгерді. Ол қызын бұрынғыдан да жиі құшақтайтын болды. Мен саған сенбегенім үшін өзімді ешқашан кешіре алмаймын, Аружан, деді. Мен де көпке дейін үндемегенім үшін өкінемін, мама, бірақ қазір мен сізге сенемін, деді. Мектеп психологы мен мамандардың көмегімен Аружан біртіндеп өз-өзіне келе бастады. Жазғы демалыс кезінде арнайы терапия лагеріне барып келді. Сол жақтан келген соң бір күндері өзі ерікті түрде басқа балалармен шындық туралы сөйлесетін клубқа жазылды. Ол енді әлсіз емес, оның үні бар. Бірде ол анасына қарап: мен өскенде балалар психологы боламын, ешкімнің ішінде жылап жүргенін қаламаймын, деді. Аружанның оқиғасы тек жаралы жүрек емес, емделуге шешім қабылдаған жүрек. Әрбір ауыр оқиға бір үмітке айнала алады. Ең бастысы үнсіз қалмау. Бұл тек Аружанның емес, көп баланың жүрегінде жатқан үнсіз шындық. Көп бала өгей әкенің көлеңкесінде өскенде үндемей қалады, бірақ олардың үндемеген тыныштық емес, ол жан дауысы. Егер сен де Аружан сияқты үнсіз жылап жүрген болсаң, үн қат. Сенің даусың маңызды, сен кінәлі емессің. Бұл оқиғаны біреуге жеткізгіңіз келсе, бөлісіңіз. Бұл бір адамды құтқаруы мүмкін. Арнаға жазылып пікір қалдыру бізге қолдау әрі шабыт.